Жеңіл атлетикадан Қазақстан Республикасы чемпионаты Өскемен қаласында өткен. Байрақты бәсекеге мектеп-интернаттың 9 оқушысы қатысып бақ сынады. Ақтөбелік өрендер 11 облыстан келген спортшыларды шаңғаптырып жеңімпаз атанды. Мүмкіндігі шектеулі болғанменен олардың алмай жатқан жетістіктері жетерлік. Себебі олар сонымен бірге білім алумен бірге көбіне шығармашылық үйірмелерге, спорт үйірмелеріне көп қатысады. Барлық болып жатырған республика көлемінде болсын, халықаралық дәрежеде болсын, қатысып келген шаралардың бәріне жүлделі орындарға ие болып келеді. Есту қабілеті бұзылған балғындардың спорттағы жеңісі ерік жігер мен қажырлы еңбектің жемісі. Ерекше қажеттіліктеріне қарамастан олар жаттықтырушыларының көмегімен шеберліктерін шыңдап, қиындықтарға төтеп берді. Бұл тұста мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубымен арадағы әріптестік серіктестік өз нәтижесін беріп келеді. Соңғы ел чемпионатында 8-ші сынып оқушысы Адайша Қазбек жеңіл атлетикадан болған 6 кезеңнен сүрінбей өтіп, алтыннан алқа тақты. Жеңіл атлетикамен 3 жылдан бері айналысып жүрмін. Қазақстан Республикасының чемпионатына көп дайындалдық. Жарыс жолынан шығып қалам ба деген қорқыныш болды. Бірақ барлығымызда жоғары нәтиже көрсетіп, мектебіміздің мерейін өсірдік. Жақындарымызды, ұстаздарымызды қуанттық. Әлі де өзімді дамыта беремін. Бұл жеңіс жас спортшыларға сенім сыйлады, мүмкіндіктің шексіз екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Олимпиада шыңын бағындырсам деген үміт отын жақты. Айта кетейік, бүгінгі таңда облыстық арнайы мектеп-интернат колледжінде 130 бала тәрбиеленуде. Оның 41-нің көру қабілеті бұзылған, қалғаны құлағында мүкісі бар жеткіншектер. Гүлмереке Серікқызы, Гүлден Абайқызы, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.